ұрысып қалған болатын. Ерлан кешір мені. Брат, пранк, эмоциясын бер. Сұрақ қойғаншы. Өте бір интрига. Мен оны іспен дәлелдейтін боламын. Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Асылжан мырза. Мен құрметті достар, бірі білсе, бірі білмейді. Мен сіздерге бүгін не көрсетем? Өте қызық нәрсе, өте бір интрига. Ерұлан мен Әсемнің негізі екеуі ұрысып қалған болатын. Дәл бүгін ноябрьдің 14-і сағат 15:44. Неге айтып отырмын? Барлығы шынайы болсын. Мүмкін сіздер Ерұлан мен Әсем Ерұланға иә деген видеосын көрген шығарсыздар. Бірақ сіздер Әсемнің жоқ деп Ерұлан эмоциясын көрген жоқсыздар. Брат, басқа қыздар бар ғой? Да пошел ты, бля. Ерұланға қалай пранк істейміз? Маған ол үшін Әсем керек болатын, яғни Ерұланның қызы. Маған көмектесетін болды. В общем, ертең Ерұлан саған кешірім сұрауға келеді. Примерно кешке қарай келеді. Біз келеміз сонымен бірге. Мен барлығын дайындап қойдым, балаларға айтып қойдым, саған ең соңғы айтып отырмын саған. Сен кешірім сұраған кезде жоқ деп айтасың сен маған. Жоқ деп айтасың, болды өзім сөйлесіп беремін, кейін ренжіп жатсаң сен просто эмоциясын көреміз просто. Мә ұрысқанымыз прям шынымен прям жестко ұрысқанымыз мындан кейін. Ұрысып қалғанда қызық болды зато, контент. Осы ма? Осы. Көріп қоймай ма? Көрмейді ол, ар жаққа етажда ғой. Бірнеше уақыттан кейін дәл осылай гүлді аю тастап Ерұлан тұратын болды. Негізі осылай қыздарына жігіттер келген кезде я деуші еді, ал жоқ деген кезде қалай қабылдайды екен? Ерұлан кешір мені. Әсем, мен кешір. Алдынан бері қайда жүрсің? Қуанма, брат, басқа қыздар бар ғой? Да пошел ты, бля. Брат, пранк, кетші нахуй! В общем, достар, пранк ойдағыдай болды, бірақ Ерұлан ренжіп қалған сияқты. Мал! Досым, пранк қой, не емес? Алдан қалдым сериалында негізі. Өміріне бәрібір маған. Мен видеом жүріп жатсам болдым. Достар, пранк ойдағыдай болды. Ойымдағыдай шықты, бірақ енді қатты жестко болған сияқты. Ерұлан шынымен ренжіп қалған сияқты. Достар, барлықтарыңызға рахмет. Көргендеріңізге лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы сіздер жақсы көремін достар. Әлі талай адамды жылатамыз. Құдай қаласа.